Сәлем достар, сіздермен бірге Оңай каналы. Бүгінгі біздің видеомыз денсаулық тақырыбында болмақ. Әлем ғалымдарының зерттеуіне сүйенсек, ең ұзақ өмір сүретіндер әрі денсаулығы мықты жандар жапондықтар екен. Оның құпиясы денсаулығына жасаған келесі әдістерде дейді. Жапон халқы таңертең оянғаннан кейін бірден су ішеді. Су көптеген ауруларға ем болатынын білеміз. Сөйтіп, біз де таңертең су ішеміз. Бірақ бұны бұлжытпай орындайтындар өте аз. Өздеріңізге мәлім, су бас ауруларын, жүрек проблемаларын, бронхит, ас қорытуды және басқа ауруларды емдейтін сиқырлы күш. Бірақ жапондықтар тек су ішіп қана қоймайды. Міндетті түрде келесі 3 затты қосады екен. Бірінші, лимон қосылған су. С дәрумені мен калий элементінің қайнар көзі болып табылатын лимон мыңдаған дертке дауа. Нақтырақ айтқанда, иммундық жүйені нығайтады, жүйке жүйесін тыныштандырады, қан қысымын реттейді, ағзаның қышқылдығын қалпына келтіреді, зат алмасуды жақсартады, асқазан, ас қорыту жолдарының жұмысын дұрыстайды, несеп айдайды, теріні тазартып, әжімнің алдын алады және қара дақтарды кетіріп, қандағы улы заттарды да шығарады. Екінші, сарымсақ қосылған су. С және В6 дәрумені мен марганец, селен, мыс, кальций, калий, фосфор элементіне бай сарымсақ көптеген дертке дауа. Әсіресе ағзаны бактерия мен вирустан қорғайды, жүректің жұмысын жақсартады, қан тамырларды тазалайды, қанды сұйылтады, беттегі әжімді, бөртпені де кетіреді. Ал сарымсақ қосылған су суық тию, тұмау, бронхит, мұрыннан су ағу, тамақ ауруларын емдейді, иммунитетті көтереді. Ағзадағы артық холестеринді де шығарады. Қан қысымын реттеп, онкологиялық аурулардың алдын алады. Ал бұл сусынды дайындау әдісіне келер болсақ, 1-2 тіс сарымсақты қабығынан тазалап езіп аласыз. Сосын эмаль ыдысқа салыңыз. Оған 4-5 тамшы зәйтүн майы мен 1 стақан су құйып отқа қоясыз. 50 градуста қайнатыңыз. Осыдан соң 2-3 тілім лимонның шырынын қосып, 15-20 минут бетін жауып қоясыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған емдік сусынды теңдей етіп 2-ге бөліп ішесіз. Кімдерге ішуге болмайды? Аллергияға, асқазанда жара болса, ас қорыту жолдары бұзылса, сарымсақ қосылған су ішуге сізге болмайды. Үшінші әдіс, бал қосылған су. Балдың емдік қасиетін айтпаса да бәріміз білеміз. Ал бал қосылған су ішудің өзіндік ережесі бар. Бұл емдік сусынды тамақтанудан 30 минут бұрын ішесіз. Мейлінше ішетін кезде дайындау қажет. Алдын ала дайын қойып, тоңазытқышқа сақтауға болмайды. Ондай жағдайда ол өз құнарын жоғалтады. Бал қосылған суды таңертең аш қарынға немесе түнде ұйқыға жатар алдында ішуге болады. Өйткені бал ұйқы шақыратын қасиетке де ие. 30 грамм балды 1 стақан жылы суға араластырып, ем ретінде ішесіз. Сонда қан қысымы реттеледі, жүйке жүйесі тынышталады. Ағза дәрумен мен минералды затқа бай болады. Ағзаны қуаттандырып, жұмысқа қабілеттін ашады. Метаболизмді дұрыстайды. Асқазан ішек жолдарын жақсартып, ағзаны токсиннен, бос радикалдан тазалайды. Суыққа қарсы күреседі және бас ауруын қойдырады. Міне достар, 1 стақан суды 1000 түрлі дертке дауа болатын керемет қасиеті бар екенін танып білдік. Ендеше, ерінбей ем ретінде қабылдауға асығайық. Сіздермен болған Оңай каналы. Келесі кездескенше достар, өз ойларыңызбен видео астында бөліссеңіздер болады.